Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін музыка қазақтың киелі домбырасы Ілияс Жансүгіров кеші поэмасынан үзінді бөлімі бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы опера театрына барамын. Сабақтың мақсаты: диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай сөйлеуші-тыңдаушы позицияларын еркін ауыстыру. Бүгінгі сабағымызға қатысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Қабілетті, өнер қайраткерлері, алғашқы құрамы, жалпы аумағы, сәулетші, қасбеті, маңдайша, патшайым, қос доңғалақты. Оқушылар сөздерді аудармасымен жаттап аламыз. Келесі тапсырма: берілген сұрақтарға жауап жаз. Театр дегеніміз не? Театрдың қандай түрлері бар? Нұр-Сұлтан және Алматы қаласында қандай театрлар бар? Сенің өлкеңде қандай театр бар? Сен театрға барасың ба? Саған қандай қойылым ұнайды? Сенің сүйікті актерің кім? Міне осы сұрақтарға жауап береміз. Жалпы театр дегеніміз гректің сөзі ойын-сауық деген мағынаны береді. Театр сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен бейнелейтін бір түрі. Ойын-сауық немесе спектакль. Түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын жай. Театрдың тарихи жағынан қалыптасып, даму, өсіп өркендеу жолы әрбір ұлттың, әр халықтың өмір тұрмысымен, олардың жалпы тарихымен және тұрлаулы мәдениетімен тығыз байланысты. Басқа өнер түрлері сияқты театр өнері де қоғамдық ой-сананың негізгі бір формасы болып табылады. Келесі айтылым 45-ші бетте екінші тапсырма. Досыңмен диалогты оқып жалғастырыңдар. Сәлем. Сәлем, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсымын. Қайда бара жатырсың? Театрға бара жатырмын. Кіммен? Жалғыз барасың ба? Жоқ, сыныппен барамын. Қай театрға барасыңдар? Абай атындағы Қазақ мемлекеттік опера және балет театрына барамыз. Қандай қойылымға билет алдыңдар? Қыз жібек операсына барамыз. О, қандай керемет! Бізбен бірге театрға жүр. Міне балалар, театр тақырыбында диалогты жалғастырыңыздар. Келесі жазылым тапсырмасы 46-шы бет 3-ші тапсырма. Сурет бойынша әңгіме құра. Оқушылар 4 сурет берілген, міне осы 4 сурет бойынша әңгіме құраңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.